Assalomualaikum hurmatli ko'rganlar. Kurka tovuq balabandari chiqib bastadi. Bugungi video sol joyda bo'ldi. Sol sebepten kanalga tirkelamiz, like basamiz. Nega balabandar? Mana bruderda tur, infrakrasniy lampa. Nega kurka tovuq balabandari? Kecha Әветтен бастап шығып бастады бұлар. 3 күрке тауық астынан жинадым. Шыққандарынан әлі астында жұмыртқалар бар. Бұл жерде 20-дан аса күрке тауық бар, балапан бар. Мынау су. Қазір старт таусылып қалды. Қазір старт келеді. Құдай қаласа старт береміз. Қазір бұлар қайнатылған жұмыртқа жеп тұр. Қазір берем оны. Күрке тауықтың балапандары шыққан соң барынша жылы жерде тұру керек. 30 градустан бастап, ең алғаш шыққан күннен бастап жайлап төмендетіп 20 градусқа шейін керек. Жалпы жылы жерде тұру керек балапандар. Және астылар таза болу керек. Таза су. Жақсы жем. Старт жемін 20-шы күнге жем береміз балапандарға. Тауыққа да, күрке тауық балапандарына да 20-шы күнге жем. Одан кейін ары қарай 45-ші күнге шейін жалпы 1,5 айға шейін рост береміз. Жалпы 2 айға шейін 3 айға шейін бере беруге де болады оны. Олар жей береді. Одан кейін ары қарай кәдімгі бидай сол секілді немесе одан ары қарай да беретін финиш деген жемі бар. Соны беру керек. Жалпы суына чиктоник деген витаминді қосып араластырып берсеңіздер болады. Ішкі құрылыстардың бәрін тазалап, балапандардың жақсы өсуіне көмегін береді. Қазір енді күрке тауықтың астынан шығып жатқандарды осыған жайлап қосып жатым. Мына жақта балапандар, тауықтың балапандары. Бұлар қазір рост жеп жүр. Старт. Барлық балапандар осы жерде тұр. Бұл балапандарды да, тауықтың балапандарын, мына күрке тауықтың балапандарын бұларды сатам. Бірақ қатты ұзақ жаққа салып жібере алмаймын. Шымкент, Шардара, Жетісай қалаларына салып жібере алам. Егер де алам деушілер болса, мына экрандағы номерге хабарласыңыздар. Күрке тауықтан ендігі жылға 50-дей күрке тауық алып қалам. Қалғандарын сатам, Құдай қаласа. Ал енді басып жатқан күрке тауықтарға барайық. Міне күрке тауықтар барлығы осы жерде жатыр. Қазір бұл жерде мынау ашып жатыр. Ана жұмыртқаларды көріп тұрсыздар ма? Осы күрке тауық, мына күрке тауық. Және мынау да бүгін ашып бастады. Бұл кеше ашқан жоқ. Кеше мына үшеуі ашқан. Мыналар әлі біраз күн бар. Яғни табырып жатып алған. Негізі орны мынау. Осылай тұрып кеткен кезде кеп көріп өзінің жайына жатқызу керек. Өзі үстіп жатып алады.
Мен мына күрке тауықтың астына 19 жұмыртқа салған болатын. Жалпы бұл барлығын ашып шықты. 18 жұмыртқа ашып шықты. Бір балапан шыға алмай өліп қалған. Жалпы бұл барлығын ашып шықты. Енді бұларға ашып шыққан соң тауықтың жұмыртқасын салам дегем. Қазір бірақ бұған тағы да 19 күрке тауықтың жұмыртқасын салып жібердім. Күші келеді деп ойлаймын. Жалпы семіз күрке тауық. Бұған енді екінші партия күрке тауықтың жұмыртқасын салдым. Ал енді мынау мына екеуі ашып шыққан соң бұларға тауықтың жұмыртқасын салам. Жалпы өйтіп шығып жатқан кезде мынандай жұмыртқаларын алып тастау керек. Қазір жарығын қосып алдым. Мынандай шыққан соң қабықтарды алып тастау керек. Бұл қызғаншақ болса шұқиды. Балапандар. Балапандар. Бұларды қазір апарамыз брудерге. Қазір мына балапандардың бәрін шелекке салып аламыз. Брудерге апарамыз. Жаңа шыққан күрке тауықтың балапандары. Жұмыртқаларды бояп тастаймыз. Алды жұмыртқа қапташып алам. Мынау қазір ашырған, әлі үсті кеппеген. Қазір анасын қоямыз. Біз үсті кепкен соң қаламыз. Бұған 17 жұмыртқа салған болатын. Қазір 11 балапан шығып тұр. Мыналарды бір апарып аламыз брудерге. Емнен аңғарады. Өзі астынан шығып жатыр. Мына күрке тауықтың. Бұған 19 жұмыртқа салған болатын. Өзі табір жұмыртқа туып 20 жұмыртқа болған. Мына күрке тауық барлығын ашып болған екен. Қазір сүті екпендерді алам. Мына біреу кепкенше тұрады, біреу астында. Енді бұған тауықтың жұмыртқасын салам. Қазір менде жоқ тауықтың жұмыртқасы жалпы. Нағашымнан алып келем. Жалпы тауықтардың породасы жақсы. Сол тауықтардан әкеліп бастырам, Құдай қаласа. Сол тауықтың балапанына жұмыртқаларынан әкеліп. Мыналардың бәріне енді брудерге апарам. Мына күрке тауық. Бұл былтырғы 1 жылдық күрке тауық. 2 жұмыртқа қалды. Мінекей балапандары. Бұған 15 жұмыртқа салған болатын. Қазір енді 13 балапан шығып тұр. Жайын жатқызамыз. Жалпы күрке тауықтар осы Құдай бұлар балапан ашып болған соң тауықтың жұмыртқасын салам. Мыналар әлі бір 10 күндей, бір апта 10 күн сондай жоласы бар. Мен жерге бір күрке тауық жатқызам. Қазір басқа қораға тағы бір 2 күрке тауық жатқызып қойдым.
Оларды қазір көрсетем. Күрке тауықтар осы. Неге екі күрке тауық осы қорада тұр. Жемдері, сулары. Біреуінде 19, біреуінде 17 жұмыртқа бар. Құдай қаласа енді қалған күрке тауықтар көп болса, осы қораға жатқызамыз. Неге шыққан күрке тауықтың балапандары. Қазір оларға қайнатылған жұмыртқа. Осыдан берем. Старт берем бұларға. Құдай қаласа старт келеді. Старт жемімен жақсы үзеді. Аназаны жеп жатыр. Бұларға осындай қайнатылған жұмыртқа беруге болады. Жалпы алғаш күндер осындай қайнатылған жұмыртқа беру керек. Одан кейін старт көк пияз беруге де болады, өте пайдасы көп. Жалпы сәл өскен соң көк шөпті жақсы жейді. Барлығын майдалап турап беруге болады. Тек мына үлкен балапандар. Бұлардың барлығын далаға шығарып жатырмын. Бұларға 1,5 ай болды. Бұлар мына қорада тұр. Осы қорада тұр. Енді бұл балапандарды сатпаймын. Бұларды енді өзім асырайым. Өзіме бұлар. Себебі бұларға біраз жем біраз шығын шықты. Бұл балапандарды өзім асырайым. Ал құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, пікір қалдырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.